осындай тоқыған білікті әйел не үшін бір еркекті мысалға жайын жасап жағдайын жасап отырмады деген сияқты ойлайды да адамдар. Ажырасқанға дейін кейін деп жатады. Қалайша тез жетістікке жетеді негізі? Сүйенетін адам болмағаннан кейін до конца басады ғой газды. Солай өз байқамай қалады, наверное, қалай жетістікке жеткенін. Ер адамды кінәлай беруге де болмайды. Мен олай ойламаймын. Кейде мысалы әйел кінәлі болып қалуы мүмкін. Бұл Илон Масктың мамасы, Мэй Маск, Дубайда сол кісі We Convention деген форум болды. Сондай керемет әйелдер сол жерде выступать етті да. И мен сол кезде ойладым, неге мынаны Қазақстанда жасамасқа деп ойладым. Керемет мысалы Динара Саджан, Ләйла Сұлтанқызы, Жұлдыз Абдукаримова. Осы кісілерді таңдап алған себебіміз до и после деп жаңағы айтып отырғандардың барлығы осы адамдардан таба алдық та, осы әйелдер. Тәжірибесі бар әйелдермен сөйлесу арқылы, қарым-қатынас жасау арқылы жеңуге болады. Ол оңайырақ болады, чем өзіңмен өзің үйде бүйтіп отыра бергеннен қарағанда. Сәлем баршаңызға, мен Гүлбану Әбілез, Трендтегі бизнес YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде кезекті шығарылым өте қызықты болмақ. Жалпы біз енді YouTube каналына неше түрлі бизнестер түсіріп жүрміз осыған дейін. Әйелдерге арналған болсын, жалпы ер кісілерге арналған болсын. Негізі көбінде әйел кісілер қандай да бір бизнес бастайтын кезде белгілі бір жаңа тәуекел жасай алмай жатады. Енді бәріміз де үйде отырдық қой осыған дейін. Мысалға бір қандай да курс оқу болсын, бір жұмыс бастайтын кезде қорқыныштар болады, орта іздейді деген сияқты. Бүгін сол сұрақтың жауабын алу үшін Айгүл ханымды шақырып отырмыз. Қош келдіңіз, Айгүл ханым. Саламатсыз ба? Рахмет, көп-көп. Қуаныштымын, шақырғандарыңызға қуаныштымын. Керемет. Айгүл ханым, жалпы өзіңізді қысқаша таныстыра кетсеңіз. Мен Байдәулетова Айгүл Маратқызы, Қызылорда облысы Қазал ауданының тумасымын. Мен өзім архитектормын, мамандығым архитектор, Астанада оқығанмын, Америка құрама штаттарында оқыған. Қазіргі таңдағы кәсібім негізі архитектор. Бірақ бізде мысалы қазақ елінде, бізде жалпы қазақтарда бізде бар ғой, қыз баласы ең бірінші отбасын құрса, тұрмысқа шықса, ана болу керек. Ана болу, жол мұраты жету, қыз мұраты кету дейді. Біз қыз балалар бір белгілі бір жағдайда, мысалы, күйеуге шығамыз, сондай бір ұялшақ халық болғаннан кейін, ондай тақырыптар кейде мысалы отбасында айтылмай жатады, алып қашады деген сияқты кездеседі. Қазір енді 21-ші ғасыр, қазір ондай емес, қазір басқаша, но бірақ какой-то бір уақыттарда болды сондай. Сол секілді мен де бір кездері өзім тұрмысқа шықтым, оқуымды оқыдым, одан кейін тұрмысқа шықтым. Сөйтіп бір енді келіспеушіліктер деген сияқты бір қолайсыз жағдайлар болды. Жанға сондай бір жағымсыз. Ешқандай қыз балаға, ешқандай анаға ондайды тілемеймін. Мүмкін жастықпен болған болар, балалық деген сияқты. Солай уақыттың өтуімен тұрмыстан ажырасуға тура келді. Сөйтіп ажырастық. Қазіргі таңда бір қызым бар, өзім архитектормын, Аллаға шүкір. Өзімнің жеке кәсібім бар, яғни архитекторлар бар, ТО бар менде. Онымен қатар тағы да бөлек Қытаймен жұмыс жасаймын. Жалпы жан-жақты десе болады. Жан-жақты кәсіпкермін. Айгүл ханым, сіз жалпы осы кәсіпкерлікті тұрмысқа дейін бастадыңыз ба, негізі жоқ кейін? Мен жалпы негізі кәсіпкерлікті, мен вообще оны айта берсем ұзақ, мен 7-ші класстан бастадым десем болады. 7-ші сыныпта оқып жүргенде, мен 6-ші сыныпты бітіріп, 7-ші сыныпқа көшіп келгенде, Алматы қаласына, Қызылордадан Алматы облысына. Сол кезде менің мамам мұғалім болатын. Менің інім бар, кішкентай болатын, ол 1 жасқа толмаған. Мен соған қарайым. Енді бізді асырау керек, әкеме көмектесу керек деген сияқты. Менің анам да бірге жұмысқа шығып кетті мектепке. Мен кішкентай балаға қарайым, сабағыма барам, келем. Сосын сол жылдары заң шықты. Бұрын мұғалімдер планды андай үлкен көк дәптерге жазатын еді ғой, мұғалімдер. Мен мамам мұғалім ғой. Сол жылы заң шықты, мұғалімдер планды компьютерден жазсын деген. Ол кезде компьютер деген былай келе қойған заман емес ол. 2001-2002 жыл ғой. Артыда компьютер бар. Сол компьютерді мен мамаға айттым, мама маған сондай компьютер алып беріңіз, мен жазайын, сосын мен мұғалімдерге көрнекілік жасап сатайық дедім. Сосын кредитке мамам компьютер алып берді. Жер столдың үстінде компьютер тұрады. Сол компьютерді мен кредитке алдық, қандай домалақ Canon деген принтер бар. Сөйтіп мектептің бастауыш сыныптың мұғалімдерінің бәріне мен план жазам.
одан кейін 1-2 айдан кейін цветной принтер алдым. Цветной принтердің бір парағы 50 теңге, ал черно-белыйдікі, ақ қараныкі 10 теңге болатын. Сөйтіп, мысалы 4-ші класс, 1-ші класс әр сынып 4-еуден, бала көп қой өткені. Мен станция жинаған тұрдым. Сонда бір шығарған қағазымды мен 4 адамға сата аламын да. Сөйтіп, кешке қарай отырамын сабақтан келіп, өзім сабағымды оқимын. Сосын сабағым біткеннен кейін жаңағы план жазамын ғой 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші классқа. Бүкіл бастауыштың планын жазамын. Сөйтіп, мамам апарып таратып береді. Сосын бір блокнотым бар өзімнің, соның ішіне жазамын. Күләш апай, Сәуле апай, анау апай, мынау апай деймін де, әр апайдың 10 теңге, 20 теңге қосып жаза берем. Сөйтіп, ең бірінші айда менің жинаған ақшам 42 000 теңге ма сондай болды. Сол кездің 7-ші сыныпта. Сосын сөйтіп жаңағы компьютерім жерде ғой, енді жер столда отырамыз. Сол компьютерді жазамын да, мынандай үлкен стол алғым келді, бірақ оған тиын жоқ енді. Өйткені компьютердің өзін кредит алдық қой. Сосын марқұм атам бар. Атам пенсиясын алып келе жатырған кезде бізге келеді де 100 теңге, 200 теңге беріп кетеді. Міндетті түрде бірінші біздің үйге кіреді, сосын ары қарай кетеді. Сөйтіп атама айттым. Ата, анандай компьютерный стол алайын дедім, бірақ тиыным жетпей тұр дедім. Сонымен пенсиясының бәрін, өзінің пенсиясын, сосын әжемнің пенсиясын 2 пенсиянтта маған берді да. Ала қой деді. Өзімнің жаңағы жинаған ақшам бар, сонымен атам мен әжемнің пенсиясы бар. Ең бірінші детский гарнитур алдық үйге. Ол деген, ол енді ол кезде керемет енді. Ол не то что мектепте оқитын бала, оны ата-ананың өзі ала алмайды. Өйткені бала шағасын асырайды, тамақ дейді, анау дейді. Сондықтан менің ең бірінші жұмысым мектепте басталған. Одан кейін универге түстім. Универге түскен кезде де опять 3 в 1 принтер, сканер, ксерокопия болды. Сөйтіп 10-та қойып қоям. Ксерокопия 5 теңге, 10 теңге, конкуренттеріме қараймын ғой. Егер оларда 10 теңге болса, мен 5 теңгеден қоям, оларда 20 болса, мен 10 теңгеден қоям деген сияқты. Сөйтіп, онымен де бизнес жасаған күнім болды. Сосын айта берсем күлкім келеді. Мысалы, универде оқыған кезде балалар болатын, лекцияға бармайды. Рубежка тапсыратын кезде лекция тапсырамыз ғой, міндетті түрде лекцияны тексереді. Сонда мықты оқитын балалар бар, бірақ лекциясы жоқ та. И сол кезде мен олардан лекцияны не алам? 96 беттік дәптерді алам. Сосын өзімнің лекциям толық болатын менің. Әдемі қылып жазам ғой енді. Сосын балалар айтады, мынаны көшіріп беретін адам бар ма? Енді студионда тұрамыз ғой, общага дейміз ғой. Студенттер үйінде тұрамыз. Мынаны көшіріп беретін адам бар ма дейді. Сосын мен айтам, давай маған бер. Бір беті 100 теңге, екіншісі 200 теңге, 300 теңге. Короче, мына 2 бет 100 теңге ғой, 50-50-50 деп. Сонымен не керек? Сабақ оқымайтын балалардың дәптертерін бәрін жинап алам. Сөйтіп общежитияға әкелем де қасында жатқан қыздарға айтам, кім ақша тапқысы келеді деймін. Сосын қыздар, қолы бос қыздар бар ғой, жақсы оқитын, сабағын уақытылы оқып қояды. Сосын олар давай дейді. Сөйтем де мен алам. Бірақ мен алар 100 теңгеден алып тұрмын ғой. Мына жерде 50 теңгеден сатам. Жасатқызам. Үстіне 50 теңге өзіме пайда. Ол менің екінші бизнесім болған. Бірақ студент кезде көбісі официант болып жұмыс істейді, мен официант болып жұмыс істеген жоқпын. Қазіргі таңда негізі студенттер көп қой, мысалы официантка болып істейді. Официант болып істейтін студенттер көп, бірақ ол кезде официанттарға күніне 2000 теңге береді, 1500 теңге беретін ғой. Бірақ почему-то анандай үйде қарапайым отбасынан шықтым ғой. Сосын официант деген енді көпшіліктің ортасында жүресің, ер адамдар бар деген сияқты, ішеді, өтеді, бүйтеді. Сондықтан мен әкем қаламайтын мен официант болып жұмыс істегенімді. Жалпы обслуживающий персонал болып жұмыс жасағанды қалаған жоқ та, әкем айтатын, мен тірі тұрғанда оқыңдар дейтін. Тек оқыңдар. Сосын жақсы деймін. Даже элементарны Астанада оқыдым мен, Гумилевта оқыдым. Элементарны Астанада оқып жүрген кезде қыздармен киноға баратын болсам да, мен үйге звондап сұраймын. Егер мамам бара ғой десе, барам. Бармайсың десе, мен сол общежития жатам, қыздар кетеді. Солай өстім. Сол кезден басталған жұмысым. Одан кейін қазіргі таңда күйден ажырасқаннан кейін, мен архитектормын, енді мамандығым архитектор болғаннан кейін бір компанияға барып, өзім архитектор болып жұмыс жасадым. Одан кейін архитектурада да жұмыс жасадым. Мамандығыңыз бойынша? Мамандығым бойынша. Одан кейін бері қарай келе жатқан жұмыстардың бәрі өзім мамандығым бойынша. Негізі Қазақстанда 80% өзің мамандығымен жұмыс жасамайды ғой? Солай дейді, 80%. Енді менде, былайда, менде өзімнің мамандығым бойынша да жұмысым бар, мамандығым емес бойынша да жұмысым бар. Ал енді өзімнің жаныма жағатын жұмысты мен қазір ғана бастадым. Вот қазіргі шулап жатқан проект сол менің кішкентай кездегі анау ішімде қалып қалған запрос дейді, солғанда келеді. Почему-то Алла тағала солай алып келді, что мен мысалы ән айтып би билеуді армандайтынмын да.
көпшілікпен солай ше сахна ұнайтын маған. Бірақ почему-то менде олай болған жоқ та, басқаша жолмен келдім. Соған қарағанда енді әр нәрсенің қайыры бар дейді ғой. Негізі қазір қарап жатсаңыздар, Айгүл ханымның танымалдылығы күннен күнге артып бара жатыр. Инстаграмнан да байқаймыз. Контенттеріңіз ерекше. Рахмет. Қош келдіңіз. Рахмет. Инфобизнеске. Қош келдіңіз. Негізі мынандай бір сұрақ бар да, жалпы қоғамда қазір ажырасу енді көп қой, бірақ қазір таңда көріп жатамыз ғой, мысалы тиктоктан да болсын, инстаграмнан болсын, ажырасқанға дейін кейін деп жатады. Негізінде шыны керек, мысалы ажырасқан әйел жетістікке жетіп жатады. Қалай негізі, қалайша тез жетістікке жетеді негізі? Енді менің ойымша, ажырасқаннан кейін әйел адамда барлық жауапкершілікті өзінің мойнына алады. Баланың болашағы үшін де, өзінің болашағы үшін де, отбасы, сүйенетін адам болмағаннан кейін до конца басады ғой газда. Солай өз байқамай қалады, наверное, қалай жетістікке жеткен, скорее всего, мен солай ойлаймын. Негізі, құрметті көрермендер, бұл ешқандай реклама емес. Жаңағы себебін айтқымыз келген ғой негізі. Құрметті достар, енді ең маңызды тақырыпқа келейік қазіргі. Қазір таңда өздеріңізде көріп жатқан жастар Қазақстанда бұрын соңды болмаған үлкен бір форум өтпекші. Авторы өзіңізсіз. Аллаға шүкір. Негізі осы жоспар қашан сізде пайда болды? Мен форум жасаймын деп ойлаған жоқпын, бірақ сахнаға шығу менің кәдімгі кішкентай кезден, бала кезден өзімнің арманым болатын. Бірақ бұндай деп емес, мүмкін ән айтам, мүмкін киноға түсем деп ойлайтынмын да. Но бірақ өмір тағдыр өзі солай келді де, бір какой-то моментте, мысалы ажырастым, қызыммен жүрмін, Аллаға шүкір. Біз бизнес таңдау арнасымен, соның бизнес таңдау арнасының продюсері Еркебұлан мырзамен кездесіп қалдық. Ол да мен бір курс оқып, сол өзімді дамытып жүрген кезде, сол курста Еркебұлан мырза бізге спикер болып келді сабақ беруге. Сол кезде көрдік. Сөйтіп әңгіме айтып отырмыз. Сосын ол кісі айтты, негізі былай қарасаңыз, кәдімгідей біраз халыққа береріңіз бар негізі. Халыққа дегенде әйел адамдарға. Мысалы сізге қарап отырып, менің өзімде ойладым деді. Надо же с нуля бастап, сондай сынып қалмай, әйел адамдар, балаға да қарап үлгеріп жатырсыз, өзіңізге де үйді де алдыңыз, машина де алдыңыз, Аллаға шүкір, ата-анаңызға да көмектесесіз деді де, біз осы орайда біздің қолдауымызбен бір сондай курс ашсақ, не болмаса кітап жазсақ деген сияқты бір масштабный бірдеңке ұйымдастырсақ қалай қарайсыз? Себебі сізден үйренетін нәрсе көп екен деді. Сомен мен ойладым, маған ұнады, маған ол предложение күшті ұнады, өйткені менің бала кезден келе жатқан запросым ғой ол, іште жатқан. Почему бы и нет дедім, соң екеуміз ойланып қарайық дедік. Сөйтіп бір күні Еркебұлан мырза айтты, қалай қарайсыз курс ашуға деген сияқты. Сосын бір негізі ойым бар, бірақ оны мен сізге предлагать етем емес, басқа бір әйелге айтам ба деп жүргенмін, но сіздің историяңызды тыңдағаннан кейін сізге больше подходит сияқты деді. Сонымен не керек, форум жасасақ қалай болады деді. Әйел энергиясы, вот сізден сондай энергияны көріп тұрмын деді. Сосын ойланып қарайық дедік те, бірақ ұзақ ойлаған жоқпыз, сол тамақ ішіп отырған жерде, сонымен сразу бір күнде давай дедік. Все хорошо дедік. Сосын ол кісі айтты, мен бәрін өзім ұйымдастырам, өзім спонсор болам, барлығы өзімнен, просто сіздің историяңыз мықты деді да. Сонымен солай басталды форум. Негізі Қазақстанда өте беделді қыз-келіншектер келеді осы форумға. Олардың да енді айтарлары бар ғой, әрине, халық алдында жүргеннен кейін. Негізгі мақсат қандай? Просто негізгі мақсат, мысалы, мені қазір ешкім танымайды. Негізі танып келе жатсыз, біраз адам таниды деп ойлаймын. Сол моментте мысалы ешкім білген жоқ. Сол үшін сенің өмірің ешкім тыңдамайды да ғой. Кішкене болса да адамның көзі үйреніп, солай болу керек та. Сондықтан біз бұл жерде алатын именно кімнен қандай инсайт алуға болады, кімнен қандай өзіңе польза дейді ғой, сондай алуға болады деген әйел адамдарды іздестірдік. Еркебұланмен отырып ақылдастық. Көп әйел адамдар психолог, психотерапевт, коуч, мотиватор деген әйелдерді, олар керісінше өздері предложение жасады, біз форумдарыңызға барып выступать етейікші деген сияқты. Бірақ лично мен өзім қараған кезде, вот мына адамның, мына әйелдің жетістігі керемет. Мысалы, Динара Саджан, Ләйла Сұлтанқызы, Жұлдыз Абдукаримова, керемет. Айгүл Ерубаева, Леспек Лаура, өзі. Вот осы кісілерді таңдап алған себебіміз қарапайымнан бэкграунд дейді ғой, вот
до и после деп жаңағы айтып отырғандардың барлығы осы адамдардан таба алдық та, осы әйелдер. Сондықтан сол әйелдерді жинадық. Негізі тағы да бір мынандай бір сұрақ та, қазіргі таңда айтады, барлығы мысалы психологқа, жаңағы коучтарға сүйеніп кетті деп. Неге сол ақылдарды тегін ақ өзіміздің әжелеріміз айтады ғой деп. Мысалы 11 баласы бар, 9 баласы бар, жесір қалған кісілер бар ғой, бала шағасын өсіріп, қазіргі таңда солардың қызығын көріп қыдырып жүрген кісілерден не үшін сұрамасқа деп айтады да, тегін ақ айтады деп. Осы көзқарасқа қалай қарайсыз? Мен сол көзқарастағы адаммын. Мен мысалы, менің әжем бар. Әкемнің шешесі, менің әжем, сол кісі. Мен ана бір сондай настроение болмаған кезде, сондай кезде сонымен сөйлесем. Әжеме барам, екеуміз шай ішеміз, сөйлесем, сосын ол кісі өзінің басынан өткен жағдайды айтып береді. Енді ондай қиындатып айтпайды. Бірақ мысалы сол кезде 25 жасында жесір қалған, жаңа мынанша баласы бар деп ананы бір айтады, мынаны бір айтады. Сосын бәрін бүйтіп ойластырып келесіз де, одан кейін Инстаграмға кіріп, жаңа психолог, психотерапевттердің айтқанын бүйтіп қарасаң, сол бәрі соған келеді. Мен негізі в основном мен более қазақилыққа қарай жақын адаммын. Сондықтан форумда тоже сондайды бергіміз келеді. Бірақ мысалы қазір кейбір оқырмандар отзыв жазып жатыр ғой, не дейсің, сол баяғы ақша табу үшін жасап жатыр да, халықты қанап дейді мысалы ше. Бірақ сөздің ашығы, психотерапевтке, психологқа бару үшін бір сеанстың өзі минимум 50 000 теңгеден басталады. Ол ең азы. Бір сағатқа тіпті $1000 да бар, 1 миллиондықтар да бар. 1 миллион бермесең, бір сағат уақытын қимайды мысалы ше. Мүмкін әрине олардан алатын дүние көп шығар. Бірақ соны қол жетімді қылып, бизнесті де, психологтың да айтатынын барлығын бір форумда бар жоғы 20 000 теңгеге жасау деген, ол менің ойымша керемет мүмкіндік сияқты. Оған келгеннің өзі керемет мүмкіндік деп ойлаймын мен. Негізі мына жерде айта кететін бір жайт, мысалға жаңағы сұрақты кішкене ашықтай кететін болсақ, қазіргі таңда енді мынандай сөз бар ғой, енді ауылдағы молданың ауыз сасық деп. Мысалға үлкен кісілерді негізі көп адамдар тыңдай қоймайды. Кім тыңдайды? Бәрін мысалға Инстаграмда отырады, ТикТокта отырады. Сол үшін танымал тұлғалардың сөзі тағы да кішкене өтімді болады. Сол үшін бір жағынан сол қарапайымдылықты өзің танылып алып барып көмектесу ғой негізі. Негізі бұл форумда өте үлкен қомақты қаражат салынды бизнес таңдау арнасынан. Енді билет 20 000 теңге, онлайнның өзі 5 000 теңге негізі. 5 000 теңге. Негізі мақсат бұл жерде ақша емес қой, былай өздеріңіз есептеп көрсеңіздер болады. Соны көп адам түсінбей жатыр негізі. Көп дегенде енді бар да. Сосын мен айтамын, енді өзіңіз қараңыз деймін. Мысалы, Динара Саджанмен, например, барып личный брендқа қатысатын болсаң, ол мысалы бәленбай кәдімгідей қомақты ақша. А мына жерде жалпыламай айтады ғой. Кәдімгідей бәрі бір материал деген сияқты. Менің ойымша керемет мүмкіндік сияқты. Мен мысалы өзім ажырасқан кезде сондай армандайтынмын. Сондай бір орта болса ғой деп. Бір әйелдердің сондай бір мүмкін өзімнен үлкен болсын. Үлкен дегенде жасы жағынан үлкен болуы мүмкін. Не болмаса жетістігі жағынан үлкен болуы мүмкін. Жасы кіші болса да. Сондай адамдармен араласып, кішкене болса да ақыл, кеңес сұрасам деп ойлайтынмын да, бірақ кіммен сөйлесетінін білмейтінмін. Интернетке кіресің, сол бәрі реклама, содан кейін барып сондай болса ғой деп ойлайтынмын да. И одан кейін осы жылы мартта мен қызыммен бірге біз Дубайда болдық, қызым Олимпиадаға барды. Сол кезде қазір енді Тесланы бәрі білетін шығар, Илон Маск. Сол Илон Масктың мамасы Мэй Маск деген әйел. Ол кісі де күйеуінен ажырасқан, кітабын оқығандар болса біледі. 3 баламен 31 жасында күйеуден ажырасқан әйел. Күйеуі азар ақылет берген, ұрған, соққан, бетіңді кислота құям деп, изуродую деген, балалардың аяқ қолын шауып тастаймын деген, сен өмір бойы урод болып инвалид бағасын деген. Сол кезде ол Африкада тұратын болған, ол әйелші. Қазір Америкада ғой. Жаңағы сияқты, жаңа сіз айтқан сияқты, до и после деген сияқты газды басты да до конца. Зато қазір айтайын деген, сол Илон Масктың мамасы, Мэй Маск, Дубайда сол кісі We Convention деген форум болды. Сондай керемет әйелдер сол жерде выступать етті да. И мен сол кезде ойладым, неге мынаны Қазақстанда жасамасқа деп ойладым. Одан кейін, марттан кейін барып, мен майда курсқа бардым. Еркебұланмен майда таныстық. И июньда бізге Еркебұлан айтты, форум жасайық деді. И сол ана марттағы ой маған келді да. Бірден көзіме сол елестеді. Сосын ойладым, давай дедім. Вперед. Негізі айтады, көз көрген жерге қол жетеді деп. Сол кезде, в общем,
конкретно шешілді ғой бірден. Негізі мынандай сұрақ туындауы мүмкін да, мысалға ол жарайды әркімде бір сәтсіздік жағдай болады, ажырасу сияқты. Осындай оқыған, тоқыған білікті әйел не үшін бір еркекті мысалға жайын жасап, жағдайын жасап отырмады деген сияқты ойлайды да адамдар. Иә, бірақ та мына жерде енді айта кетсеңіз, мысалға енді тас түскен жер ауыр дейді, әркімнің өзінің негізі басына әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Сол кезде өзі сезінеді, негізі. Сол кезде сезіледі. Солай айтатын кісілер бар, соларға не айтасыз мысалға? Сондай білікті болса, не үшін бір семьяны толық ұстамады, бір еркектің жағдайын жасамады деген сияқты. Бұл жерде әртүрлі жағдай болады ғой, әртүрлі жағдай болады. Мысалы, кейде ер адамды кінәлай беруге де болмайды. Мен олай ойламаймын. Кейде мысалы әйел кінәлі болып қалуы мүмкін. Біздің жағдайда мен жалғыз күйеуім кінәлі деп ойламаймын. Мүмкін менің де бір қателіктерім болған шығар. Мүмкін мен оған ұнамаған шығармын бір какой-то момент. Мүмкін жастық болған шығар. Менің ойымша, именно менің жағдайымда өте жас болды. Мен бұрынғы күйеуім 11-ші класты бітіре салып алып қашты мені. Мектепті бітіре салып, сразу мені алып қашты. Одан кейін бала ғой енді. Кім қателеспейді? Қателескеннен кейін уже түсіндікті, пока не поздно, кеш болып кетпей тұрған кезде әркім өмірде өзінің орнын тапсын деген оймен солай болды. Негізі жетістікке жету, жұмыс жасау, мысалы жалпы өз-өзін дамыту ешқандай нәрсеге кедергі емес, ол кедергі келтіреді деп ойламаймын мен. Мысалы менің сіңілім бар, 2 сіңілім бар. Ол әркімнің өзінің таңдауы деп ойлаймын. Бір сіңілім тек қана баласына қарайды и күйеуінің жағдайын жасап отырады. Енді күйеудің жағдайын жасағанда керемет, первый, второй, как положено, компот, кисель, идеально. А екіншісі бар, 4 жерде жұмыс істейді. Бірақ 4 жерде жұмыс істесе де, ол да үлгеріп отыр. Оның 3 баласы бар, ана үйінде отыратында бір ғана бала. 3 баласының 2-еуі садикте, қазір 3-шісінде садикке берді, жұмысты да істейді, кешке үйіне барып тамағын да жасайды. Ол әйел адамның өзінің таңдауы деп ойлаймын мен. Ол анандай бір нәрсеге үлгеріп, бір нәрсеге үлгермеу дегенде олай болмайды. Желание болса, главное, бәріне үлгеруге болады. Тек уақытты үнемді пайдалана білу керек. Өзіңе не керек екенін түсіне білу керек деп ойлаймын. Жалпы форумда болатын үлкен енді жалпы бұда бір енді идеология ғой, мысалы әйелдерге. Негізгі әйелдерге не айтар едіңіз мысалға? Өз-өзін таппай, орта таппай жүрген кісілерге. Негізі менің әжем, марқұм атам айтатын, қарғыстың ең жаманы өзің білме, білгеннің тілін алма деген деп. Бұлай мағынасын түсініп қарайтын болсаңыз, кәдімгідей өте бір керемет ауыр мағына, өзің білме, білгеннің тілін алма деп. Мысалы, егер сондай ауыр жағдайда жүр екенсіз, неге сізге оқыған, көрген, білген, сіздің дәл қазіргі жағдайыңызды бұрын өзінің басынан өткізіп, соны жеңе білген адамдармен араласып, неге сізге қиын жолды емес, оңай жолды таңдап, өзіңізге бір керекті мағлұмат, мәлімет алмасқа деп ойлаймын да. Сондықтан мен ойлаймын, опыты бар, тәжірибесі бар әйелдермен сөйлесу арқылы, қарым-қатынас жасау арқылы жеңуге болады. Ол оңайырақ болады, чем өзіңмен өзің үйде бүйтіп отыра бергеннен қарағанда. Осы форумның енді бас аяғында жүрміз ғой қазір. Осы беделді тұлғалардан басқа тағы да атақты әншілер де келеді екен. Сол туралы айта кетсеңіз, негізі қызық бұл. Атақты әншілерді Алла бұйырса келеді, бір емес бірнеше әнші келеді деген. Нақты келетіндері қазір. Нақты келетіндері. Біз именно сол әншілерді ана форумның сайтын қарасаңыз, астында сұрақ белгі тұр ғой. Вот именно сол кісілерді жасырып қойдық. Оларды айтпай қояйық. Сосын қызық болсын деп тұрмыз да. Ол енді тек қана форум емес, ол жерде форумда Дубайға путевка болады. Мысалы, қазір екінің бірі квартира ойнатады, екінің бірі машина ойнатады. Анаған жазыл, подписка дейді. Енді болашақта кім біледі, оны өзім де істейтін шығар, білмеймін. Инфобизнесқа енді келгеннен кейін білмеймін. Бірақ, мысалы, сондай қылып жарысқан кезде, отысқа қатысқан кезде 900 мың адам, почти 1 миллион адамның арасынан бір-ақ адам ұтып шығады екен да. Ал бұл жерде бізде мына форумда ойнатылатын менің подписчиктерім мен форумға келетін адамдардың арасында ғана максимум бір 10 мың адам болуы мүмкін, мысалы, соның бәрін қосқанда. Онлайнды қосқанда. Онлайнды қосқанда. Уже возможность деген 10 есеге көбейеді, дұрыс па? Сондықтан мен ойлаймын, сіз келіп сыйлық ұтып алсаңыз, келіп өзіңізге керемет ақпарат алсаңыз, ол және той сияқты концерт көрсеңіз, неге келмеске? Құрметті достар, сіздерді форумда күтеміз. Айгүл ханым, айтарыңыз бар ма?
Не айтам, келіңіздер форумға, өздеріңіздің бақтарыңызды да сынап көріңіздер, көңіл күйлеріңізді де көтеріңіздер, оның үстіне іштегі ойландырып, толғандырып жүрген сұрақтарыңызды сондай бір Қазақстанның беделді өзінікін дәлелдеген әйел азаматтардан жауабын алыңыздар дегім келеді. YouTube каналға осы бүгінгі шығарылымнан кейін комментарий жазған кісілерге бір билетті сыйлайық. Хорошо, билетті ойнатайық, бірақ билетті ойнатқанда комментарий жазған, менің Instagram парақшама жазылған азамат болса, азаматша болса сыйлайық. Жақсы құрметті достар, келесі шығарылым болғанша сау саламатта болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, бай қуатты болайық. Форумда күтеміз.